барсаң дәм татып, ауылыма менің бара кел. Сан жылдар бойы аңсатып, сағыныш болды-ау маған дел. Елімде жомарт жерім бай, қалағаныңды ала бер. Терісі сіңген ұмытпай, анамның шытын ала кел. Ауылымдай бұрын көз көрген, тартынбай еркін бара бер. Сиреген көне көздермен, жатсынбай сырлас бола бер. Елімде жомарт жерім бай, қалағаныңды ала бер. Терісі сіңген ұмытпай, анамның шытын ала кел. Түсімнен менің кетпей жүр, бар мекен біздің баяқ ел. Сезімдер қалған мөп-мөлдір, оны да іздеп таба кел. Елімде жомарт жерім бай, қалағаныңды ала бер. Терісі сіңген ұмытпай, анамның шытын ала кел. Елімде жомарт жерім бай, қалағаныңды ала бер. Терісі сіңген ұмытпай, анамның шытын ала кел. Терісі сіңген ұмытпай, анамның шытын ала кел. Ассалаумағалейкум, құрметті тойға жиылған қонақтар. Міне бүгін баршаңызға белгілі, бүгін Тамдыбұлақ ауылымызда, ауданымызда үлкен той болып жатыр. Оның себебі Ерболат аға мен Дина апайдың отбасындағы жақсы ниет, баласы, балдарыңыз, ініміз, біріне аға, біріне дос, Мәди бауырымыздың бүгінгі өмірге қадам басып, келін әкеп, барша халқын үйін қуантып жатыр екен. Тойлары тойға жалғасын. Мына сіздердің аттарыңыздан, мына той егелеріне
Ерекеңе Дина апайға құтты болсын айтамыз. Балдарыңыз бақытты болсын, өздерінен өссін, өнсін, күліп ойнап осы үш жерде отырған үлкен ақсақал ағалар, апа әжелер сияқты отбасылардың тірегі біреу болып жүре берсін. Сонымен қашаннан ежелден ата бабадан жалғасып келе жатқан жақсы бір салтымыздың бірі беташар дәстүрін бастағалы жатырмыз. Тоғашы апа жеңгелер, қарындастар, келіндер, ортаға келінді алып шығыңыздар. Халқым күтіп қалды, беташарымызды бастаймыз. Қайденді құрметті қонақтар, келіндеріңіз ортаға келді. Мұна беташардан алдын бір айтып өтетін жай, осындай той баршамызға жұғысты болсын, бағана балдар бақытты болсын деп көпшіліктің атынан, өзімнің атынан айтып жатырмын. Жақсы сөз жарым бір істейді. Кеше ғана бір кішкентай болған жақсы сөзден кейінгі дәлел бір айғақ. Осы бүгін 5 ақпан болса, осыдан 30 күн бұрын 5 қаңтар күні мен Мәди ініммен бір жерде кездескенмін. Бір жер болғанда телефонмен звондап үйге су құйып жатыр дедіңіз ғой кәдімгі. Сол кезде Мәди болды Алияға қазір жетем деді. Сонымен 5 январ күні мен бұны атап айтып отқан себебім, келді суды құйды, енді рахметімізді айтамыз ғой. Биылдан қалмай, менің шын тілегім аманшылық болса, бүгін 5 январ болса, 5 февраль күні сенің үйіңе беташарға барайық дедім. Мәди өтірік болса айтына кісілерге. Шынымен, сонымен періште әумейін деген шығар. Сонымен бүгін жақсы ниетте басымыз қосылып жатыр. Суды тасып халықтың қызметінде жүре берсін. Ендігі де 5 ақпан күні бөпелі бол деп айтамыз. Соң бар қабыл бола берсін. Дендеріңіз сау болсын, беташарымызды бастаймыз. Рахмет. Және енді көп сөз уақыттарыңызды алмайын. Және бір айтатын, жаңа беташардан алдын келген кезде жүрегі жарылып, қуанып, Дина апай енді аяғы жерге тимей жүр. Келген жері аспан, өзі ұшып жүр аспанда. Сонымен не демекшімін, Әлижан келдің ба, құтты болсын деп барлығын айтып жатырмыз. Сол кезде айтады, мен келіншек болып түскенде беташарды сенің папаң ашып еді, міне бүгін Құдайға шүкір, баламның бетін баласы ашып жатыр деп қуанып жатыр. Қуанышы ұзағынан сүйіндірсін. Бақытты болсын, беташарымызды бастаймыз. Мен бұрын соң бұнда сөйлемейтем, ереке байқап атсың ба? Сіздің дойлардың көп сөйлеп кеттім жөті. Жақсы деп сіздің жағдайым, таңдарың атып барайлы, тірліктің
әкемнің тыңдап ақылын өнерде биік өрледім барын жиып бойымнан осы өнерге бергенмін ата баба тілегін арқалап бүгін келгенмін алып келдім сіздерге ауылымыздың тілегін жүрегіне сыймады келін алдым бүгін деп ел қалықтау жинады жылы сөйлеп жүретін бала үшін өмір сүретін баласы жетсе жеңіске балаша мәз боп күлетін еңбек етіп ерлеген маңдайы адал терлеген арқасында алқыстың жаманшылық көрмеген бұл атаңыз біреуге тілі тимеген жамандау көңілі сүймеген тек қана енеңді сүйген айтатыным келесі қожалықтан егесі
атаңыз ұнамды екен кеңесі. Үлкендікке жарайды-ау, атаңа бәрі қарайды. Он саусақта тең емес, қатарынан кем емес. Жиын тойды көп көрген, бүгін оң жаққа келін түсіріп, дегеніне Алла жеткерген. Ассалаума ағалайкүм, Ерболат аға, келін ап көңіл жайма қандай аға. Бағанан бері мен айтып жатырмын, бір орында не қып тұрсың аға. Туған атасы Ерболаттай ағамызға иіліп келін сәлем сал. Онан соң айтып өтейін, анауда тұрған анасы, барлығының панасы. Мәди бүгін үйленді деп, жүрегі тұр ғой лүпілдеп. Келінжан туған енеңді әрдайым қарсы ал күлімдеп. Осы тойға жеткенше ұйықтамай сені ойлаған. Мәдиден немере сүйсем деп Алладан енең сұраған. Келін боп елге көрінген. Нақсы ерте барып қайтты. Келін боп елге көрінген, шығады барлық көңілден. Баламның бақыт тойы деп шаршамай толық жүгірген. Кең даладай құшағын сен үшін енең жаятын. Тәтті менен жылы жұмсақты сақтап мәдимен келінге қоятын. Күліп ойнап жүрсеңдер, көңілі Дин апаның тоятын. Той болды көп жиылып, төбеден нұр құйылып. Дина енеңнің әрқашан орны бөлек. Көп күттау осы күндау келеме деп. Дина апай, Мәди менен келініңіз бақытты болсын деп әли білдіреді ау айтып тілек. Жақсыға құлақ салатын, жаманнан жырақ қалатын. Ерекеңнің тапқанын қалтаға аямай салатын. Туған енесі білім берген балаға, білім құйған санаға. Енді иіліп келін сәлем сал, мұғалім ұстаз анаға. Дина атты енеге иіліп келін сәлем сал. Аталар деген асқар тау, биігін аққар басатын. Ақылы мол дария, олардан жан жоқ асатын. Айрықшалап айтайын, асыл текті қожалардан тараған. Алып болып туған асыл анадан. Сыйла қалқам, Сыражаддин, шаша қожаны. Жақсы болсаң, жылы сөзді жақсы адам. Үлкен атаң қожекең, Сыражаддин қожекеңе иіліп келін сәлем сал. Аталарың ендігі ауылымызға белгілі. Көктемдегі жайлаудай пейілінің кеңдігі. Аталарың еркін, атаң ертіс. Таңатардай аталар Абатпенен Келдібай. Рахматулла Сыражаддин. Дайрабай атаң Мұратбай. Серікбай атаң Нұрпайыз. Құлназардай аталарға иіліп келін сәлем сал. Мейірімінен жылытқан, көздеріңнен сұрыққан. Сипағаны басыңнан перзент көңілін тасытқан. Үлкен қадірлі аналар, қайненелер, әжелер. Үлкен әжең Шолпан атты әжеге, Зәбида атты енеңе. Базаркүл Рабиға әжеңе, Күләш Айзия апай әжеңе. Дина болғанда да ауа Дина деймі. Салтанат атты әжеңе, Нәбира Гүлнар Қожекеңнің Гүлнары. Ниязкүл апай әжеңе, Розаның енесі дейтін әжет. Жұмаш әжеңе, Тариха және Айна Илья. Жалпы енелерге иіліп келін сәлем сал. Келді менің кезегім, қуанып тұрған ағалар. Солардың ішінен айтайын, қадірлі туған қайнағаң. Ыстығыңа күйетін, суығыңа тоңатын. Екі талай күн туса, қорғанышың болатын. Қайрат туған қайнағаң. Бұл кісі бар ма? Су тасып кетті ма? Әзіл сөзге жайладам. Бұл ағаңыз жасынан түрлі машин айдаған. Жамандықты ойланбаған.
Iskori айдап халыққа қызметін аянбаған үлкен ата әжеңнің қолындағы қайрат қайнаған қостамаста айдаған туған аған қаған қайрат ағамызға иіліп кел сәлем сал. Қасындағы жеңгейді айтайын енді бөлекше, өзі сондай ерекше. Ата әжең қолында қалған қуанышкүл абысын, қызметін аянбас келіндіктің ар үшін, қуанышкүлдей жеңгеңе иіліп кел сәлем сал. Екі бір қайнағаңды айтайын, кетпесін бақыт басынан, шапер болған жасынан, іздесең егер ағаларды табылған көптің қасынан. Бұл айтып отқан ағаларың Нұрладин Нөрик, қайнағасы Абай Нөрик, сізді көрек Абай ортаға дабай, қайнағаларға иіліп кел сәлем сал. Айрықшалап айтатын келіннің бір ағасы, Сәбит қадырлы қайнағасы, денсаулығы темірдей, ақтағырдан келіпті, қалмасын көзге ілінбей. Бет бұрымға қарасам, жас жігіттей жүр ғой өрімдей. Інім келшек алсын деп, қанша уақыттан бері қызыл түйкомен қызметін аянбай жүрген Сәбит атты қайнағаңа иіліп кел сәлем сал. Анауда тұрған абысын, асықпасаң көресін абысындардың қызмет қылып жүрген шабысын. Нұрладиннің келіншегі Сандуғаш, Абайдікі Марияш, жаңағы Сәбиттікі Майра. Бұл жеңгелер қайда жеңгелерге иіліп кел сәлем сал. Ешкімнен де кем емес, айтпай кетсем жөн емес. Ерназар атты ағамыз өз атаңнан кем емес. Ереке Ерназар ағаңа, Жаңаш атты жеңгеңе иіліп кел сәлем сал. Келінді болдық бүгін деп қуанып жүр ағаңыз, айтып рахмет алғысын, бұғындары балғысын. Бір ел қайнағаңа бұдан да бетер шалғысын. Қасындағы абысындарымен айтайын, Майрамбек пен Бақтыгүл, Дәуренбек пен Сайрамбек, Тайбағар мен Раушан, Назар ағаң Жақсыгүл, Қайрат Қуанышкүлді тағайтайын ба? Нұржан Үміт, Асқар Пердебай, Орынтай Жанар, Бектай келіншегімен ойбу менден қалмағым. Ораз Пердебай аға Айжан, Марат, Нұрлан Луиза, Жали Гүлнар, жалпы аға жеңгелерге иіліп кел сәлем сал. Үлкен апаң ендігі аулымызға белгілі, көктемдегі жайлаудай пейілінің кеңдігі. Мәдидің үлкен апасы, енді бәрі де үлкен ғой, бірақ соның ішінде Жаңаш атты апаға иіліп кел сәлем сал. Екінші қайын апаңыз Жақсыға мойнын бұрады, әңгіме дүкен құрады. Назым атты қайын апаң Қазақстанда тұрады. Назым менен мерекеге иіліп кел сәлем сал. Қасыңдағы апалар талай тойды тойлаған, қызыққай күлкіге еш тоймаған. Қай жақта да жүрсе де, жат жұрттық болып жүрсе де, бауырдың қамын ойлаған бұл апаларың нағима. Мен Бағила апаңа иіліп кел сәлем сал. Тек жақсыны көздеген алыспын деп безбеген, Сәттар атты жездеңе, Амырхандай жездеге иіліп кел сәлем сал. Айрықшалап айтайын, сая болат бір саған, кезің болса шаршаған, күнде сені армандап, күнде сені аңсаған. Кішіге үлкендігі жанасқандай, бауырлары апа деп таласқандай, Мәдидің қамқоршысы, ақылшысы, көркіне ақылы сай жанасқандай.
Бұл апаңыз Сағила атты апаңа иіліп келін сәлем сал. Әділет атты жездеңіз, жездеңіздің тілегі, ақ адал таза жүрегі. Мәди қайным үйленші деп, қызметімді аянбайым деп қабыл болған ау тілегі. Әділет атты жездеңе иіліп келін сәлем сал. Апалар мен жезделер бірінші болып көзделер. Оларға сәлем салмасаң, Мәдейжанға сөз келер. Апа жезде тұрсын Тилла, Рабиға ұл болсын. Жаңагүл, Торша, Майра мен Асан, Зоя, Қарлығаш, Салиха апаң Марко. Әдемілеп ән салған, қонағын күтіп қарсы алған, балалы да шағалы, жолдасыңның апасы. Бұл айтып ұтқаным тыныштық атты апаңа, Шалқар деген жездеңе. Сосын Мария Аман, Гүлзира, Асия Али, Гүлжамира, Гүлжазира Марат, Айжамал мен Қанағат, Зағира Есенбай, Жамила Қожабай. Жалпы апалар мен жезделерге иіліп келін сәлем сал. Қыз берісіп, қыз алысып, сіз біздесіп сыйласқан, жақсы ниет тойларын біргелікте тойласқан құда-құдағайлар. Жаңабай атаң, Палия, Рахима құдағай, Жұмаділла, Дарыгүл, Тұрсынай атты құдағай, Әділхан құдаң мен Гүлсім құдағай, Алтынбек құдаң Сайора, Ғазиз бен Жамила, Абидулла Ұлдамай, Мейірбек бен Ақмарал, Төребек бен Нұргүлге, Тимур менен Парида, Тәтте атаң Бақтыгүл, Алда Назар Гүлжазира, Молда Назар Рима, Бейбігүл атты құдағай, Жеңіс Гүлпери, Медет Жанна. Жалпы құда-құдағайға иіліп келін сәлем сал. Айтайын енді нағашыңды, жақсы болсаң нағашыңды құрметтеп сыйлап барасың. Құрметтісің сыйласаң керегіңді аларсың. Ақыл сөзін үйетін, жаным деп бетіңнен сүйетін. Мыңсызгүл әжесі үйлендірдау бүгін немересін. Ақ үйдің қайта салып төдегесін. Жасай берсін ұрпағымен жүзге дейін. Ізіне ертіп жүріп шөбересін. Нағашы әжесі Мыңсызгүл әжеге иіліп келін сәлем сал. Жақсы келін атансаң, абыройды жинағаның. Жаман келін атансаң, Мәдейжанды қинағаның. Нағашыларды құрметтесең, Дейін апайды сыйлағаның. Нағашыларың нардайды, тойыңнан сенің қалмайды. Сермахан атаң Айтоты, Ербол менен Тағайгүл, Дархан менен Жадыра, Бекзат Оразалы, Зина менен Бұхар, Төребек, Төрезат Алимаш, Мәди Ұлжан, Ақылбек пен Бекзада, Шегебай атаң Айсұлу, Ережеп Арай, Ерке болан Аружан, Пердебай Нұрдаулет, Бақытбек плюс келіншегімен деп жазып қойған екен. Нұржамал құдағай, нағашың, Тұрған ағаң Нұрсила, Азымбек Ақсана, Ерболат ағаның нағашысы Назар ағаң Жақсыгүл. Жалпы нағашыларға иіліп келін сәлем сал. Айтатыным келесі, осы әулеттің жиені, пейілдері кең екен, осы үйге жақын жен екен. Нағашыларына айтатын әзіл сөзі мол екен. Қуаныштары көп болсын. Қуаныш Айман, Ғани Насиба, дұрыс айттым ба? Айгүл Фархат, Ербол, Тимур, Нұрполат, Лаура, Нұрсұлтан, Ақмаржан, Айниса, Артур, Нұрдана, Нұрдәурен, Ғалымжан Гүлбану, Айзере, Айбол, Серік Мұрат, Аян аржағына шабер. Жалпы жиендерге иіліп келін сәлем сал. Әдепті болсаң өнеге
тәрбеге бөле дара келінжан теңестірме өзгеге бөлелерің бек болсын Ақнұр Дияс Бақтыгүл Мереке мен махаббат Алимаш пен Медет Әділет Пердегүл Ғалымжан Мақпал Сарапшаннан келген Дейін апаның бөлесі Гүлсім бөлелерге иіліп кел сәлем сал. Айрықшалап айтайын қыз құлақтың сырғасы, анасының сырласы, өскен соң көңілі елеріп, өзіңе мәлім ғой тұрмасы, жұмсақ майда сөзі, күлім дейді көзі, жеңгелі болдым бүгін деп, қуанып жүр өзі, енген жесін баланың ата-анасы әлпештер, әсіресе Марина жанды сылап сипап көлпештер, Маринадай қайынсіңіліңе Мерей атты күйеуге де иіліп кел сәлем сал. Ендігі міне кезекте қалған екен қайынсіңілілер қайны кеп, еңбектерін есептей аттарын атайын әйгілеп, бірі болса оң қолың, бірі болар сол қолың. Қайнылар, қайынсіңілдер Сабина, Мұхан, Сабира, Жанзира, Әлия, Ақмаржан, Елдос, Жандос, Думан, Нұртас, Тойбек, Нұрсипат, Динара, Аяру, жалпы қыздар мен қайныларға иіліп кел сәлем сал. Келді менің кезегім, қадірлі осы ауылдың үлкен ақсақалы. Ақсақалы ауылымның, ақылшысы қауымның, туған атаң тәрізді, жайма шуақ жанызғы. Үлкен атаң, жалғас жырау атаңа, Пернеш атты әжеңе. Талғат атаң Марияш, Әлімхан мен Жазира, Дін Мұхаммед Гүлсара, Қалдыбек пен Венера, Бексейіт пен Дәметкен. Мейірімхан аға Алтынай Антон, оңдасын Рита Айтқүл, Тұрсынай Адон Шекер, Бауыржан мен Написа, Қайрош қожа, Ғарип қожа келіммен бірге, Айтқүл апам Тұрғали ол да келіммен, сосын Мадидің бөлесі Сапар Роза дейді. Ерболат ағамның алдында художник бар, артында шаштараз бар. Тамаша, я. Жалпы көршілерге иіліп кел сәлем сал. Ауырсынбас бар жүгін, елі білер нарлығын, атаңыздың батасын сәлем етіп ал бүгін. Ерболат ағаның кластастары Бигдулла Рая, Шарифулла Ақтөре, Казым атаң, Рашид атаңа, Алданазар Гүлжазира, Дустай Қаламқас, Дина апаның кластастары енді. Асан Майрамкүл, Сейтбек Бұхаргүл, бөлесі Өркен Гүлсім, Мәнібек Гүлзира, Шақымбек Назира, Тұрсымұрат Майрамкүл, Оразкүл, Гүлайша, Оразкүл, Райс дейді ғой, Гүлайша, Амандық, жалпы кластас ата енелерге иіліп кел сәлем сал. Дүйсенбай атам айтқандай 4-ші жұртым кластас, әрқашанда сыйлассаң, 92-лердей достар табылмас. Мәдидің достары Ұлықбек Айнұр. Ұлықбек Айнұр бірінші рет жазылып атқан шығар осы үйленгенімде. Димаш Мөлдір, Асқат Сәуле, Нағашбай Нұрбала, Сұңғат Сабира, Жандос Есенгүл, Аман Марал, Марат Айзада, Марат күш көткен жоқсын ба әлі, Марат Айзада, Рахат Гүли, Қуандық Сабина, Меңлібек Мери Гүлжанат, Айгүл Балназым Бейбі Мариям, Самат пен Ұлжан, Ильяс Жази, Сәбит, Асылжан Париза, Бағдат Жасұлан Өмірбек. Ар жағында мүмкін емес болу керек қой, бәсе аш. Нұрсұлтан Еркінай інілері, Есен мен Гаухар, Парақат Ұлжан, Исахан мен Айдана, Жанпулат Ұлбазар, Мұхит Ұлғаным, Жайнар Иғон, Нұржан деген екен, мен үйленген ма деп атсам. Абылайхан Мақсат, Келінжан, Мәдидің жалпы достары мен, інілеріне де жалпы иіліп кел сәлем сал.
Деген бар ғой қазақта аталастан ауылдас. Арқашанда сыйлассаң бұлардай көрші табылмас. Қазаншының еркі бар, қайдан құлақ шығарса. Айтпасам көңілім толама. Келінжан Ерболат атаңмен Дина енеңнің. Жаңа досты көргенде ескі досты ұмытпа дегендей. Жалпы Абай көше тұрғындарына көршілерге иіліп келді сәлем сал. Үйдің иесі келін келді иеліп, қуанышты қалайыққа сәлем сал шауқилып. Айналайын келінжан, шуақты болсын көктемің, балалықпен қоштасып, өмірге үлкен беттедің. Қайын жұрт деген сыншыл ғой, көңілін тауып ептеген. Атын атап жүрмеңіз, аталған осы көмелдің, беташардың жолымен таныстырып мен бердім. Той-тойлаған ағайын, қошемет қылсаң көңілден, асырасын даңқымды биіктерден көрінген. Әкім жырау болымын, жырау болған атақты, жырдастаны төгілген. Белгілі маған бұл өнер, бойыма қонған әкемнен. Кетсе менен қателік, айналайын көпшілік, кеше көрсау қатемнен. Көптен біткен сағынып, құда шекшат ағайын, жиналып жатыр шағылып, әнімді ашып тасайын, әнменен шашу шашайын, рұқсат болсай көпшілік, келіннің бетіне асайын. Енеңмен бірге істесіп келеді сіз біздесіп. Ұстазсыздар кемеңдер, артық айтты демеңдер, ұлағатты ұстаздарды ұл адамға теңеңдер. Дина апаның бір топ ұжымдастары, коллективі, өзбекшесін білмеймін қандай екен, 12-ші мектеп ұжымына келінжан жалпы иіліп келін сәлем сал. Ұрпақта келінімің жасай, рахмет. Зел жалып тыңдағандарыңыз, микрофонды алып тұршы. Отырып үйреніп қалыппын бағанан бері. Ал енді құрметті қонақтар, және бір мәрте той-тойға жалғассын. Осындай той баршамызға жұғысты болсын. Және бір мәрте бақытты болсын. Ал енді әдеттегідей беташардан соң айтпақшы бірінші бетташы болады екен, соң кетіп бірден паталайын одым. Кезекті ансамбльге береміз. Ал енді ортаға жап жаңа енесі қуанып жүрген алып үшіп Динапай. О, Динапай, тауарды кейін тарқатамыз. Барып келінің бетін ашып жіберіңіз. Осы ауылымыздың үлкені дейміз, ақсақалы дейміз, аталастан ауылдас дейік. Осы Ерболат ағамен бір мүйізді бөліп жеген, бір-бірінсіз ас жемейтін алдындағы үлкен ақсақал Саша қожаны шақырамыз. Қожеке келіп халқымызға, мына жаңадан бас қосып жатқан балдарыңызға ақ батаңызды беріңіз. Ортаға Сағидолла қожаны шақырамыз.
Қадірлі қонақтар, міне бүгін Ерболат мен Дина қарындасымның баласы үйленіп, тіккен балдарыңыздың тіккен отауы биік босағасы беріп болсын бірінші. Екіншіден, мына ағайын туысым жоқ емес, айда ағайын. Көптен бері, мына қожасың бір жағы сәсетіңсің деп маған беріп отырғаным онша ағайын туысым жоқ емес, аспандары бар. Сол үшін сізден бір бата алайын деді. Ал мен десем, қолым жай, жарылқасын бір құдайым. Тойың тойға ласып бола берсін осындай. Құдайым оңдасын, қыдырген қолдасын. Ел жұртымыз аман болып, еш жамандық болмасын. Бізден тілек сол болсын, той туманың көп болсын. Балдарымыздың табыстары, талаптары, қадамдары құтты болсын. Тату-тату күн кешіп, мәңгі бақи бір болсын деп, осы тілегімді айтқым келеді. Тойлар той қыласын. Ал енді қожеке болып бара беріңіз. Алатыңызды алдыңыз, беретіңізді бердіңіз. Мен де өшіртке тұрып атқам ғой қайдам. Ал енді құрметті қонақтар, енді мына Дина апай айтып жатыр, мына аян алда. Яқа қосылып кетіп жүрер. Мына үлкен ападан, әжеден бәтелім деп жатыр. Базар әже, келіңіз. Дина апай Базар апаны ортаға шақыр дейді, сым жетемге дейін. Бақ қарасын қыдырдасын, алтыннан яке күмістен сұрасаң бата берейін, үстен бұсың мерейін.Ықыласпен қол жайсаң ақ тілекті төгейін. Өрісің малға толсын, денсаулығың зор болсын. Ағайының қолдай білсін, абзал досын көп болсын, ағайының қорғай білсін. Денсаулығың зор болсын, бәле-жәле жоқ болсын, enzігі шілде қанат қой болып Дина. Бұлғанып жүр. Қожекеңнен бәте алдық. Базар әжеден бәте алдық. Әумин, періштенің құдағына шалынсын. Сапардан бәте алмайсыз ба сәжеден? Енді құрметті қонақтар, мына Ерболат ағам мен Дина апа осы балдарыма деп жинаған азғандай сарпай торымдар бар екен. Енді анау-мынау кемшіліксіз той болмайды. Анау-мынау кемшілік батымызға кешіріммен қараймыз. Жаңа аты шықпай қалған кісілер болса да кешірім сұраймыз. Енді бір шеттен бастаймыз. Сарпайда жаманып кетсен, Әділхан құдасы келсін. Әдеке, Әділхан құдасы. Бағана жаймей жүріп бәдірі, дейін тесте жүріп бәді. Шапанда жаман қоғатаңы. Құдасы, рахмет. Өркенбай деген кісі келсін. Өреке, Өркенбай. Әдебесін түсірмей жүрген, көп көрінбей көзіммен. Алтынбек аға, Ешжанов Алтынбек аға, Алтеке келіңіз. Шегебай аға, Шегебай құдасы дейді. Бағана мен наға Шегебай чүйедім ба, не қылдадым? Шегебай құда дейді. Шегебай аға шығар, Айсыл Алпанға. Бұхары нағашысы. Айсыл Алпа, нағада, бәсе, әкел жағым, бір жағымны көрдім ба, Бұхары нағашы. Қазақстан ба? Оразалы нағашы. Сіздің дейін, жоқ адамдар жазбайсыз ба нағашылары? Төрезат нағашы. Ербол нағашы. Дархан нағашы. Дархан. Дәуренбек ағасы. Бар ма? Дәуренбек ағасы. Атасы Темірбек ақсақал. Темірбек ата. Бағана Ерекен бар еді. Ерекенге жауыз көрсе. Болмаса жаңа шапа бар. Ереке барса. Сабит ағасы. Нағашысы Назар деген кісі келсін. Назар аға, нәке. Назар нағашы. Назар нағашы. Нәке барсыз ба? Жаңа бітінші де бар ма емес?
Рахметулла деген кісі келсін. Нұрик ағасы жұмыста, сандуға шыға бер. Абидулла құдасы. Абидің артынан шыға. Сермахан атасы, Сәке, Сермахан аға. Ғазиз құда дейді. Ғазиз Жәмила ма? Ғазиз құда, я? Тұрсынай апаң баласы. Барады ғой жава? Жаңабай құда, ақсақал, Жаңабай ата, Жаңабай құдасы. Әже. Кішкентай қайнаға, Қайрат аға келіңіз. Аттарын айта алмайтындарды қойып қойған қасыма, болды ма? Беташар бітті, той бітті деген емес. Енді тойдың арты ашық, 40 күн тойын, 30 күн ойын дейді. Мінекей Наурыз көшесінде тойға жалғасады. Келіндерге рұқсатты береміз. Аянның сүймелдеуімен келіндерді шығарып саламыз. Ортаға Мәдидің жеңгелерін, достарын, апаларын биге шақырамыз. Тоқтай тұрыңыз, тоқтай. Келіндерге рұқсат, бірақ мен тағы бір қабылдайды екенмін. Жаңа не дейді, приход расход дейді ғой, кіріс шығыс дейді ғой, сондай-ақ енді тарқаттық, енді жинаймыз енді. Не дейді, біреу бергенін айт, нұртасын дейді ғой. 100 мың шашу Дина енем деп жазып көпті. Енді қайсы келіне жазғанын білмеймін. 100 мың шашу Дина енем, Сәбит ағасы 100 мың, Гүлзира апасы 50 мың, Құдағайы Тұрсынай 2 миллион, дұрыс па? Қайрат Қуанышкүл $100, Тыныштық апасы 100 мың, Салих апасы 100 мың, Дина апа 100 мың, Сәбит 100 мың. Сәбит 2 рет берген бет, молодец. Саттар жездесі, Нағима апасы $100, Әмірхан Бағила $100, Әби Ұлдана 1 миллион, бұлда $100. Әби Ұлдана 1 миллион деп айттың. Жол қойды баяғы, көргенді істейді, білмесең енді дұрыс. Көргенді солардың тәрбиесі. Мынау босаса, бұнда қайынса, мен босасам, мынау болса қайынсылады. Жақсы, онда да көпті көрген, осы тойды көптен бері күтіп жүрік. Алла несімен дейді ғой, сабақ дейін сәтімен дейді. Сабақ дейін сәтімен балдар бас қосып алып екен. Не дейміз, балдарымыз бақытты болсын. Бәрі қашан осы сіздер сияқты үлгілі азамат болып өсе берсін. Басқа не дейді, дүниеміз тыныш болсын. Екі жақтың барып келу жақсы болар, құдаларымен жауап бола бер. Басқа не дейміз енді? Екеуміз сияқты дейміз? Екеуміз сияқты. Рахмет. Бір қайтардың ереке бірақ. Не жаманбыз ба екеуміз? Жоқ, қайтардың дегенде мына сөз ғой. Ереке келе ішпе. Ереке бияқы келе, осы ішесің. Ерпаттың құрмет қылып, үлкен семьялардың бірі болсын, әрқашан дендер сау болсын, және де осындай дастархан үстінде отыра берейік. Сосын мына Әби құдайменен бірінші мәрте кездесіп былай сөйлесіп отырмын да, енді танысып, болса ағалардың бәрін танимын. Бәрін. Бірге жұмыс істескендерін де танып отырмын. Құдайға шүкір араластық қой өмірімізде, жұмыс бабында. Танысып отырмын, танысқанымыз қуаныштым неме. Бір көрген бір істейді, екі көрген таныс айту. Сенде Ерболатқа құда келсін, біздер де құда болып келеміз. Осы ауызбіршілік болсын, сыйластық болсын біріншіден. Екі бастан жаңа жыл кіріп келді, жаңа жылдар көрмедік, бәрімізді құтты болсын барлықтарыңызға. Жаңа жыл жақсы табыс алып келсін, бақ береке алып келсін отбасыларыңызға, аманшылық болсын, сыйластық болсын. Жаңа жылдың есебіне міне Мәди құда баламызда бас екеу болып, енді бір сен күткен жоқсың бұл жаңалықты, бүкіл халық күтті дегендей. Жаңа Әли Беташар айтатын жігітті айтып отыр ғой, бір айдан кейін үйленді бедім, кәкірәз 5-шінде де үйленіп жатыр деп. Бәрі Алланың тілегі, Алланы қабыл еткен. Құда қашан үйленді, қыздың үйленді баласын тұлып алмыш деген. Атын айтады, құда қашан 2 күн болды, 2 күн. Бала үйленсе
Басқасында болын дәкәнсі отырасыз дегесін. Бұда 2 күн бұрын отырып, ішіммен бірге. Қарбақталбадың дейм ғой, делбей. Алланың бұйрығы ғой, сана сәтімен дегендей, көпшіліктің тілеуі. Делбин болады деп қолға түйгенде болып. Сол сияқты неге баламыз бақытты болсын екеуі. Қосағымен қосағар, жәннатта бірге болсын, екі басқа. Сендердің қуаныштарың болсын, жаңағы қыз өріс дейді, неге өріс болып, құдаларың келіп жан-жақтан неғып жатыр. Енді мына балаңның құда жағынан ол өте жақын болып кететін шығар деймін да. Сенен менен бәрімізден. Ол жақын болып кетеді, көреміз еді. Құдай сондай сыйластықтан ауызбіршіліктен айырылмасын. Құда жер көбейе берсін мінекей. Ағайын туысың мінекей нәсіп болса, Алла берсе немерелі бол. Сол тойлардың бәрінде осы Құда жер жатын ағайын туысың куәсі болып отыра берсін. Осындай тойлар тойғыласа берсін да. Аман болыңдар бақыттарға да. Кейген сарбайлардың бәрінге құтты болсын. Kendiniz yine versin. Ya sunayım. Яке төркінің де ылғи жаңа нәрсе тойда жамылып иығың ағарып жүрсін. Жалтырап жүр. Құтты болсын қыз деген сол. Бері қара. Анау саған размерің болмады ма? Шеш онда мен ана кішкентай қызғаны аламын. Даулап кетесің ғой размерсіз. Мынаны шеш, ананы да шеш. Қыз деген даулап та ол. Sen tış mısın, ben tış. Burada olmaya kalsana. Ola mı? İki çıkıp çıkılayım. İki olmazsa var. İki olmazsa. Abla ki abla. Gençler. Ya şu kültürü. Қазір тоқтап төртіншілеріңіз тауып келейін сөйлес. Оға балимамға жауып кигіз жіберді. Жақында Қайсысы? Үшінші қайсысына? Неше табақ болады өз ер адамдар? Айтармайым, деген ақтан оралатыр ғой. Теке, ол бұрыннан қарапан бар ма еді астында? Қарапан еді, қағалап қағалап. Алло, қап қайдасың? Екеде қырсың баға, күші болып күн саған қарап отыр құдалардың бәрі. Телге күші болып құдалар. Мол, ер болып? Қайрат. Бақтыр жүрексің. Құда қаласа келесі жыл мартта тағы бір той тап болсын. О, қандай сөз ай, әбейдің сөзі. Қандай бәте дейді. Отыңның басының берекетін берсін, шаңырағының мерекесін берсін, бала шағаң аман бол, өсіп, өніп, келін балаң рақат, қызығын көріп, немере шөберелер дертіп жүре берсін. Қодыға. Осыға бір көрсетті. Орамал, сәкепсіз қал жіберіңіздер. Орамал. Қазір қосылып көрді. Сөйтіп, неғылдан үшер оңай дейсіздер ма? Қатарың осына салып Ya su jür olacak. Mine, apam, oyunuzda ağayınız. Nari. Nerede burada? Bugün
Sopatın için salda bunu. Halada apamtıkı. Bağıtkı gene bağıtkı. Жоқ, палтоны жайып бүйтіп тастайды. Mesela жеңілдеу түссе де орамал жаяды. Әке маған бере бер. Ашып мен аламын. Енді мен аяғым астында орамалдың біріншіден ішіндегі су шығып қалды. Мынау қуаныш күн қайрат. Иә. Не? Қуаныш күн қайрат. Салма. Сал. Сорбатқа орап видеоға түсірдім ғой, аяқ шебесі. Қазір ана бере бер. Ал жеңшемдікі ма? Қуаныш қайрат. Қуаныш қайрат. Сосын бағи міне. Сенің үйің бар ма ағай? Жоқ. Қуаныш. Не? Алам жеңшемдікі. Қойғарды ағай. Мынау бағиетке. Бағи. Амниксия ма? Иә. Мынау баяғындағы бүйтіп түсіп жүресің. Ағашы ем мынау? Иә, сіңілім. Аспаңыздар мен Ағаша ісің ба? Жоқ, әлмейді. Жоқ, қазір. Нашіне қой білем. Қажетіне қолға сөйлеміз. Асықпаңыздар сен? Үйде кетіп қалады. Ашайын. Жоқ, әлі уақыт бар. Енді апам сіңілсін. Иә. Енді оны ішіне салды, ажағына қойды, кетіп қалды кешіп. Қолын шығады. Іші жасы кетіп қалды. Қуғыншыға кетіп қалған жақсы дейді. Алып қойып кетіп дейді тойыңа. Көргені да. Барын жая берді. Үш материал кетіп қалды ғой. Нағитікі де кетті? Міне, нағаш апасыныкі. Енді кімден бастайды? Кеше көш барады. Құдағайдан ба? Сізіміз та. Құдағай. Болмайды оған. Болмайды оған. Неге? Палтонына салсай. Палтонына салсын. Балиман құдағай. Жоқ, ойларыңыз ағай. Көпегі бар. Келді ма? Ішіне бір тауар пенсике алып Тойларыңызда қайтсын, тойлар. Шашуы бар. Шашуы бар. Аяқ құдық екінші құдағайда? Аяқ құдық. Екінші құдағайда кетті. Тоғызда міне. Апа тоқта асықпа. Асықпа шказынан жиналай. Аяқ құдықтан кейін құдағайдыға. Көріңіздер. Ойыңызда Ана Соняға береміз. Қызыл
onu endi Kelin toyga kelin. Soğuzamız. Şimdi. Kızım var dedim otur. Kızım var. Yeniden yaklaşımda. Ayka abisini ana yenem geldi. Yenem tıka diyorsun. Yenem tıka. Satu, nanjas. Yenem tıka bile. Bu şey. Aspaytlar. Şimdi oturduğumuzda şey. Hadi yapma. Yerden ama çağırır mısın? Yine koyunuzda hayatı kim almışsın? Sizde. Жазылды. Апа қажеттер салды. Менгі. Апам. Апасы ба? Айша қымқты. Жоқ, міне қта менгі. Тақта. Мына Біреудің атын айтқызып барыстар жасы. Ана апам. Міне аржағы. Мені қытай апам. Тойызда Кыштың сен кім? Бақдар айтсын. Жас қой, Айшапам кім? Жазым қытыңда тұрып. Нина. Жас, нақты жас. Екі апам сіз жүзің ана бетте апа ашып суға көтеріңіз бізде орап кетеміз Абысыныкі. Тұр, үш жерде кетпей, тұр. Жаңағыз пакет ұстап тұрмыз. Жеңшем. Aldım kaltamdan. Ma, ince, kaybolu tutaydı. Ne olay? Aslında. Bu ne o? Yine kabul. Şaşımız var, çözümümüz. İnciye koyuyoruz. Evet. Жүз сом шашуы бар, сәби. Келіншек текумен әкелген не осы бар. Мұнан өздерің Нәкеса деп жазсын. Жаздыңыздар ма мұнаған? Әншапам мамасы. Роза тағында деп жау. Роза тағында. Ма. Наукым жеке? Тарапшан. Роза тағында деп. Жа. Шым атып берейін. Тарапшаннан келген кісі бана. Қыз ба? Жоқ, келінші, әйел. Анай, құбағай ма? Күлсім апа. Арты қой ма? Мына жерде отыр өте. Қалбырым не ма? Тоққожаның келінде қыз деген ба? Наукым? Написа. Написа. Ба. Екі ат шықты білмеймін мен. Үшеді бар. Аша берейін. Yine başkası kendine. Gül ağa.
Lan sazmış. Paketli yazılar. Ha? Apam. Ye. Arkamda apam desin. Yeşilgül. Ye. Жаздың ба? Жазылған апам. На пакетке жазылған. Дәме. Ана орама ала. Дәме апа дейді. Ауылдықта көрсетейік та. Lezzet apa? Güzel enerji. Екеуіне жазылмаған. Ana yakay kızıma okuş vereyim.